Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен бірге Бөдене KZ каналы. Бүгін сіздермен мына инкубатор туралы бөліскім келіп отыр. Инкубаторда балапан шығару туралы. Біз мына инкубаторге салғанымызға бүгін 9-шы күн болды. Енді инкубатордан салынған балапан 16 күн 17-ші күні шығады. Енді сол аралықта жасалынатын шаралар туралы, яғни сол туралы айтып өткім келіп тұр. Енді автомат түрде бұл инкубаторде су, ылғалдылық барлығы автоматты түрде жаңағы бұрылуы барлығы автоматты түрде болғаннан кейін жаңағы қойған күннен бастап бір апта бойы тиіспейміз, тек қана өзі жұмыс жасап отырады. Біздің мақсат тек қана суын қадағалау ғана болады. Содан соң бір аптадан кейін 7-ші күннен бастап бұл жұмыртқаларды бізге суыту керек болады. Ол суыту үшін мына матрица Deli инкубаторында автоматтандырылған. Мына жерде қараңыз, қазір бұл градус 37-те 7 болып тұру керек. Енді біз қазір бұл инкубаторда жарты сағатқа суытамыз. Яғни басамыз қазір. Нагрев 30 минутқа тоқтайды. Енді бетін толық ашып тастаймыз. Бізде қазір енді жылыту 30 минутқа тоқтады. Енді мына ішінде кулер, яғни ішінде айналып жатқан суытқыш ол қосылып тұра береді, тек қана жылыту ғана тоқтатылды. Енді бізде мынау жаңағы бұрылуы автомат түрде 2 сағат сайын айналып тұрады. Бұның уақытын қарап жүрейік. Міне қараңыздар. Қазір 37 минуттан кейін бұл уже келесі бетке айналатын болады. Қолмен де автоматты түрде жаңағы поворот автоматический және немесе қолмен де уақытылы жаңағыда аударуға болады. Біз енді қазір автомат түрде 2 сағатқа қойып қойдық. 2 сағат сайын өзі автомат түрде айналып отыратын болады. Бұл енді 7 күнде жасалынатын іс. Ендігі келесі бүгін бізге 9-шы күн болды. Енді бізге міне бүгін 9-шы күн болды. Біз кесте сызып қойғанбыз. Так, біз қай күні? Среда күні кешке салдық. Міне 15 салдық среда, 16, 17, 18, 19 бит кетті. Міне бүгін 7-сінен бастап міне 22-сі 7-ші күннен бастап біз суытуды бастаймыз. Енді бүгін 9-шы күн, міне бүгін пятница кеш болды. Бүгін бітті. Енді бүгінгі жасалынатын іс мына инкубатордағы суды алып тастаймыз. Бұл жаңағы сушка деп аталады. Енді осы уақытта 9-шы күннен 14-ші күнге дейін инкубаторда су болмайды. Ол тек қана ыстық ылғалдылық, ыстықты ғана беріп отырады. Ал өзі автоматты ішінде, бірақ сонда да жұмыртқалардың өзінің ылғалдылығы бар. Ішінде кемінде 30-35% ылғалдылық бар болады ішінде. Ылғалдылық бәрібір кетпейді. Сондықтан бәріміз суды алып тастайық енді қазір. Мына бутылка өзі 1,5 литрлік. Біз қойған кезде мына бутылкаға толтырып қойғанбыз. Кемінде қазір мынадан 1,5 литрден аса 9 күннің ішінде су кетті. Қазір қалған түбінде осы ғана су қалды. Осыдан бастап 1 литрден аса 1,5 литрге таман су буланып кетті, яғни ылғалдылыққа кетті. Енді 2 бутылкада да сондай қалды. Міне. Енді 14-ші күн.
енді бәрібір мынаның ішінде 2 лоток бар. Сол 2 лотоктың ішінде де су қалды енді бәрібір. Бірақ ол ішіндегі су кемінде бір 2-3 сағаттың ішінде, бір 5-6 сағаттың ішінде ол да буланып, жаңағы жоқ болып кетеді. Енді осыдан ары қарай 14-ші күнге дейін енді біз тек қана сусыз ұстаймыз. Яғни бізде 14-ші күн болады. Так, 9-ші күн, бүгін 9-ші күн болса, міне 10, 11, 12, 13, 14, міне бізде 29 күні бізде 14 күн болады. Осы күні 14-ші күні біз енді ылғалдылықты ішінде, мынаның ішіне ылғалдылықты максималды түрде қосатын боламыз. Яғни 2 брудерге де, 2 лотокқа да, 2 бутылкада су құйып қоямыз. Оған қоса дополнительный енді өзіміз тағы да су қосып қоямыз қасына, яғни ылғалдылықты көтеру үшін. Сосын мына жерде ылғалдылықты көтеретін кноп несі бар, жылжытатын. Да. Бұл қазір 2, мынау міне 35 деп тұрған бірінші лоток, 55 деп тұрған ол екінші лоток. Яғни егер бір бутылкамен су қойып қойсақ, қазір 35%-ке ылғалдылық ұстайды, 2 бутылкамен қойсақ 55%-ке ылғалдылық ұстайтын болады. Енді қазір біз 2 бутылкамен де су қойдық, біздің ішінде қазір инкубатордың ішінде 55 градус ылғалдылық болып тұрды. Енді ертең 14-ші күннен кейін біз мына ылғалдылықты былай төмен түсіреміз де, 2 бутылкамен қойғанда біздің инкубатордың ішінде максималды түрде 80% ылғалдылық болу керек. Сондықтан ертең 14-ші күні біз максималды түрде 80-ге қоямыз да ылғалдылықты көтереміз. Және қосымша шығатын күнге таман, 16-ші күні кешке таман уже бетін ашып су бүркіп отырамыз. Жаңағы су шашқышпен сонымен су қоса ылғалдылықты қоса көтеру үшін тағы да су шашып отырамыз бетіне. Сонда жаңағы жұмыртқаның қабыршығы жұмсарады да балапандардың жарып шығуына өте ыңғайлы, өте жұмсақ, тез шығатын болады балапандарға, қиындықсыз. Енді одан басқа біз бұл жаңағы системаны интернеттен қарап, біраз зерттеп қарап көрдік, біраз жан-жақтан қарап көрдік. Енді бір партиясын шығарып көрдік. Енді ол біздің ойымызша өте жақсы болды деп ойлаймын. Кемінде бұл бірінші шығарған инкубаторда бізде 70%, 75%-ке жуық, 70%-ке жуық балапан шықты ғой осы системамен. Яғни 17-ші күннен бастап суытып, 9-ші күннен бастап жаңағы сушкіге қою, яғни суларын алып тастап, 14-ші күнге дейін сушкіге қоюға системасы бұл өте ыңғайлы деп ойлаймын. Енді мынаны қазір біз зерттеп, екінші рет тексеріп көріп отырмыз. Екінші рет қойдық, енді құдай берсе, екінші болып қалай шығатынын тағы көреміз, сіздермен бөлісетін боламыз. Енді бізде алдыңғы күндері бір күндіз түнде свет өшіп кішкене қиындықтар болып қалды, бірақ көп уақытқа өшкен жоқ. Бірақ сонда да предупреждение келеді, жөндеу жұмыстарына байланысты свет өшеді деген. Соған байланысты біз енді алдын ала мынандай аккумулятор дайындап қойдық, алып қойдық. Мынандай аккумулятор алып қойдық. Бұл өзінің инкубатордың өзінің арнайы тоғы бар. Жаңағы неге қосылатын 12 ваттық. Бұл мына екеуі мынаған қосылса былайынан әрине алынады. Мынау минус, мынау плюсы қосамыз өстіп. Бұл бізде жаңа свет өшкен жағдайда ғана осыны қосамыз. Сосын біздің инкубатордың өзінде қосылған 12 вольтқа арналған мынандай тығып қоямыз. Қазір өзі тоқпен тығылып тұрған болса, ертең бұл жаңағы
аккумулятормен осылай свет жоқ кезде осылай қосылып істеп тұра беретін болады, тоқтамайды. Бізге енді мақсат бұл инкубаторды тоқтатпау керек, свет өшпеу керек. Жаңағы жылулық, ішіндегі ылғалдылық, жылулық кетпеу керек. Егер жаңағыдай уақытша тоқтап қалатын болса, жылулық кетіп қалатын болса, жаңағы жұмыртқалардың шығуына немесе кері әсер береді, немесе ол кешігіп шығуы мүмкін. Яғни 17-ші күн емес, ол 20-22-ші күнге кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан бастапқы күндерде бізде осы ылғалдылықты ұстап тұру керек, және осы температураны ұстап тұру керек бізге міндетті түрде. Сол. Енді жаңа бағана айтып отырмын сіздерге, бұл біздің екінші вулуп. Құдай бұйырса енді келесі аптаның аяғына таман шығады. Енді бізде жаңағы балапандар шыққаннан кейін, жаңағы бұның ішінде 200 жұмыртқа бар. 200 жұмыртқа өзі бір шыққанда бір 4-5 сағаттың ішінде барлығы бірден, егер жаңағыдай жақсы системада, жақсы инкубаторде жақсы жағдайлар жасалған болса, ол балапандар 5-6 сағаттың ішінде барлығы шығып кету керек. Сол уақытта біз мына екі кішірек коробкадан жасап алдық. Бұл енді уақытша 3 күнге астына материал саламыз. Енді интернеттен де көріп жатырмыз. Алдында кейбіреулер не салыпты, жылтырақ теплород салған. Оны балапандарды жіберген. Ол балапандар жаңадан инкубатордан шыққан балапандар жаңағы теплородтың үстіне шығады да, аяқтары тайып, шпагатқа отырып қалып, біраз балапандар қырылғандарын көрдік. Енді ондай болмас үшін біз енді расымен интернеттен көріп, біраз нәрсені сабақ алып, көріп, жаңағы ондайды болдырмаудың мақсатында біз астына, ең бірінші астына шүперек мата салып тастап жатырық. Матаны күніне 2 рет, 3 рет ауыстырып тұрамыз соның ішіне. Бұл уақытша енді 3 күн ғана ұстаймыз. 200 жұмыртқадан примерно шығады бізде 160-170-тей шығады деп ойлап отырмыз. Ол деген примерно 70-80% жұмыртқаның. 2 бөліп салып қоямыз уақытша 3 күн. Бұл брудерде 3 күн ғана ұстаймыз. 3 күннен кейін мына үлкен, мынаны өзіміз қолдан жасағанбыз. Мынау жаңағы холодильник, морозильник, солардың коробкалары өздері қалың, мынау бетінде крышкасы бар. Соның астына мына жерден ағаш, ондық ағаш, сосын мынау рейка, 4-тік 5-тік рейкілер ғой. Соны 4-1 қылып қағып, соның үстіне мынандай сетке қойдық. Мына сетке енді балапандар бірінші уақытта кішкентай, мынау 1/1. Мына сеткінің ячейкасының размері 1/1. Осыны қойдық, астына қағып, 4-1 қылып, осы коробканың үстіне жай ғана қоя салдық уақытша. Бұл бәрі алынады, бір-бірімен байланып тұрған жоқ, просто киіліп қана тұр. Мынау да бос тұр, мынау да бос тұр, мына ағаш та бос тұр. Сосын астына арнайы мынандай боқтары түсу үшін, мына сетканың ішінен автоматты өзі боқтарды төмен қарай түсе береді. И осы боқтарды мына жағынан ала қоямыз. Тазалауға, астын тазалап тастауға өте ыңғайлы. Осылай алып, боқтарын алып, тазалап, күніне 2 уақыттан шығарып отырмыз. Бұл өте таза болып тұрады. Мынау бізде енді 2 апталық болған балапандар. Бұл жерде Техас және Манжур породасы. Қазір осындай салмақты болып қалды, міне өсіп қалды. Енді бұлар келесі аптаның аяғында сетка жасаймыз. Сетканы жасалу жолдарын мен сіздерге бөлісетін боламыз. Келесі аптаның аяғында бұйыртса бұлар сеткеге көшетін болады. Ал инкубатордан шыққан балапандарды осында ауыстырамыз. Рахмет сіздерге көріп Ал енді
видео ұнап жатса лайк комментарий жазып каналға тіркеліп отырыңыздар. Қандай да сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар, міндетті түрде жауап береміз. Қандай сауалдарыңыз болса жаза отырыңыздар.